енді қоянды жәрмеңкесі қазақ тарихындағы үлкен жәрмеңкелердің бірі. Бұл бұрыннан қызығатым, өйткені мен мына Біржан Салдың жаңағы айтпай деген әнін көп тыңдаймын да. Сонда жаңағы қоянды жәрмеңкесі деген сол қоянды жәрмеңкесіне келіп айтқан әні ғой. Жалпы мен мынау интернет тораптағы бұрынғы қоянды жәрмеңкесі туралы деректерді, тарихи оқиғаларды, одан кейін мына суреттерді жинай бастадым. Талды деген өзен бар екен, өзен ағып жатыр. Осы өзеннің екі жағынан келіп, бұл жерде мал айырбасын жасаған екен саудамен. Қытай саудагерлері осы жібек жол деп есептеледі екен. Мынау жібек жолының осы жолмен келіп, сол жаңа қоянды жәрмеңкесіне келіп, маталарды, жібек маталар, басқа да түрлі тұрмыстық бұйымдарды алмастырған шәйлерді, мысалы, осындай деректер бар екен. Алдыңғы планда бір адам бар, одан кейін екінші планда мынау қазақ бір үлкен кісінің жаңағыда қыздары мен қазақтың киім киіп отырған көрінісі. Одан кейін бір кісінің таңырқап соған қарап тұрған, кілем сатып жатқан адамдарға. Осы негізі екінші планда. Одан кейін ар жағында жаңағы алты бақан ойнап жатқан, оның мына жағында палуан күресі болып жатқан көріністерді қосымша жанама ретінде салдым. Енді сол кезде 1900 жылы сол кезде жәрмеңке үлкен жаңағы жәрмеңке болған 30 дүкен, үлкен дүкенмен жаңағы 30 дүкен болған дейді. Одан кейін 700-ден астам қазақ үй тігілген деп сонда айтылады тарих кітаптарда. Сол ар жағда қазақтың киіз үйлерін салдым. Қоянды жәрмеңкесін бастағаннан бір айға жуық уақыт салдым. Енді кей кезде түндерде, мысалы, тыныш кездерде, әсілі суретшілер көбінесе түнде салады суреттерді. Барлық елдердің бәрі жатып ұйықтап қалған кезде тыныштық пайда болады да, адамға сонда бір жақсы ой келеді. Тіпті де қоянды жәрмеңкесіне деген өзімнің осы тақырыпқа деген қызығушылығым артты. Енді бұдан кейін тіпті де осы тақырыпты тіпті де ішкерлей жандандырып, және де бір-екі картина салған ойым бар.